Баршаңызға сәлем. Өткен ғасырда айғайдың 5-шісін шығарып, сол бойы жалғасын салмай кетіп. Бүгін енді басын бастап қойған соң аяқтай салайын деп, назарларыңызға айғайдың 6-шысы мен 7-шісін ұсынғым келіп отыр. Бұл видео әдеттегідей жалпақ тілде емес, арасына басқа да форматтар еніп кететін жалпақ тілде болайын деп тұр. Оны енді өздерің байқарсыңдар. Ал олай болса, бұзық болмай лайктарыңды баса беріңдер. Казбойс сайрайды. 6-шы фильм 1 жылдан соң Нью-Йоркта өрбейтін болады. Аулада Хэллоуин мерекесі таяп қалғандықтан, енді түрлі қуғынбайлар көшеде маска киіп жүреді. Соның ішінде Джейсон Карви дейтін студент өзінің профессорына қоңырау шалып, оны көше қуыстарына тартып пышақтап тастайды да, досы екеуі қояншық Ричидің бастаған фильмін жалғастырмақшы болып, Тара мен Сэмді өлтіруге оқталады. Бұлардың оқитын саласы да осындай кинотану мамандығы екен. Өлген құрбаны да сол саланың профессоры екен. Алайда бұл қояншықтар басқа да қояншықтардың шабуылына тап болып, арада конкуренция күшейе кетеді. Бәсе кино басталмай жатып масканы шешкен деген не сұмдық ол? Дек қоясың ғой әлгі жерде. Тара мен Сэм Нью-Йоркқа көшіп келіп жаңа өмір бастайды. Онымен бірге егіз Чет пен Миндиді де осы жақтан байқауға болады. Сэм Тараға тым қатты бас көз болып, одан көз алмаумен болады. Бір қызығы өткен сұмдықтардан соң бүкіл халық Сэм Билли Лумистің қызы болғандықтан, сол қаншер және Ричи мен Эмберді сол өлтірді дейтін күдікті асынып жүретіндіктен, ол Стоун дейтін жан көргіш психотерапевттің кеңесін тыңдап жүреді. Сэм үйіне келгенде, оның көршісі Куин дейтін кейіпкермен таныс боламыз. Ол Тараның көңіл көтеру кешіне кетіп қалғанын айтады. Оған Сэм жындана бастайды. Сэм алдында болған оқиғалардан соң жігіттерге қарауға сескенеді. Тіпті терезеден сыланып тұрған гачокқа көзін жұмып қарайды. Мына жақта Тара керісінше өзіне жігіт тапсам ба деп жүреді. Ал Минди өзіне жаңасын тауып алған көрінеді. Оның аты жөні Аника Койоко екен. Олар жігіттерге сенім жоқ дегендей Тараны сағысыз қалдыруға тырысады. Бірақ ол көнбейді. Чет өзінше көңіл көтеріп жатады және оның қасындағы Итан дейтін үндемес көршісімен таныс боламыз. Аника Четті ертіп келіп Тараны жігітімен ажырастырып жібереді. Ал Сэм оған ау арасы азаптауын сыйлайды. Шокермен. Сыртқа шыққанда баған айтқандай Сэмді кейбір топастар дұрыс түсінбей оны телефонға түсіре бастайды. Тара оған ашуланып, не болды, 5 жыл жоғалып кетіп, енді кеп көтке түскен генедей жабысып алдың? Лучше сол вообще жоқ болып кеткенің дұрыс еді ғой, дейтіндей ашулы ойын айтады. Сэм былтыр не болған есіңнен шығарып түк болмағандай түкіріп жүре бергің келе ме? Көрінгенге лесе бермей байқап жүрсеш, дейтін кеңесін береді. Итан Сэмға майлық ұстатып көзге түседі. Бөлмеде Куин Тарадан Сэмға тоқылдағаным үшін кешір деп өзін кінәлі сезініп алады да, оны Четпен оңашада қалдырады. Чет кім болса да соған лесе бермей, кішкене болса да бір өзің жақсы танитын, қасыңда жүрген жігіттерге бір қарап қойсаң болады ғой. Мысалы, осылай деп отырғанда жырпылдақ Куин телефонын алып кету үшін кіріп келіп, бәрі үзіледі. Сэм Тараға ақыл айтқанымен өзіне қарамай әлгі көрші жігітпен ешкімге білдірмей жүріп жүргені анықталады. Мә, олай болмайды ғой. Не Тараның ерні жоқ па? Деп өзінше Сэмға ренжіп қоямыз да. Бір кезде Чет оларды шақырып, теледидардан әлгі фильмнің басындағы қылмыс жайлы ақпарат шырқалып жатқанын естіртеді. Сэм ойланбастан Тараны жетектеп алып кетуге оқталады. Тара, мүмкін бұл бізбен байланысты емес шығар? Бұл мегаполис қой, деп қарсыласады. Чет мынаны шығарып жібереді. Сэмға Куиннің әкесі детектив Уэйн хабарласып, қылмыс орнаған жерде оның куәлігі табылғаны жайлы айтып, оны бөлімшеге шақырады. Жолда Тара екеуіне Скрим Ричидің нөмірімен қоңырау шалып, оларға шабуыл жасайды. Екеуі мини-маркетке тығылып қалады. Скрим кіріп келгенде сатушы оған мылтық тірейді. Бірақ мылтық Скримнің қолынан табылып, нәтижесінде сатушының басы шашылады. Әрі қарай іздеу, ату және дыбысқа көз алдану, сосын барып азық-түлікке көмілу әрекеттері орнайды. Полиция келгенде маньяк әдеттегідей көзден ғайып болады. Бөлімшеде отырғанда Джейсонды өлтірген орында мына маска табылғаны айтылады. Яғни ол масканы алдыңғы фильмде Ричи киіп жүрген болатын. Уэйн бұлардан қайда болдыңдар дейтін ақпарат ала бастайды. Сэм барып жүрген ми жөндеушінің нөмірін береді. Уэйн бұлардың достары жайлы сұрайды. Сөйтіп отырғанда 4-ші фильмде өліп, мына жақтан тіріліп, ФТБ болып апгрейд жасап келген Кирби Ридті қош көреміз. Бұл ақпарат алмасып, жәрдемдесуге қарсы емес екенін айтады. Ал біз бұл неліктен қызығушылық танытып тұр екен деп күдіктілердің санын көбейтеміз. Уэйн дүкенге қалдырып кеткен маскадағы ДНК 4-ші фильмде концерт көрсеткен Чарли мен Джилға тиесілі екенін білдіреді. Бірақ олар өліп қалды. Сонда кім болуы мүмкін? 2011 фильмнен кім бар? Деп тағы да Кирбиге күдіктеніп қоямыз. Ал Кирби өз күдігін Сэмға жаба бергенде, Сэм кеттік деп Тараны ұстап кетіп қалады. Сыртқа шыққанда екеуі журналистерден құралған цунамиге батып кетеді. Арасынан әрине Гейл Уэзерс табыла кетеді. Ол сұғанақтығы үшін Ситтан бірнеше рет пәріп жіберулерді тосқанын жақсы білеміз. Бірақ бұл жолғысы өтпей қалады деп отқанда, Тара оны пәріп жіберіп өткізіп жібереді. Сэм оның сұғанақтығын меңзеп, соның кесірінен сондай болып жатқанын айтып реніш білдіреді. Ал Гейл қылмыскерді ұстағысы келетінін түсіндіреді. Доктор Стоун теледидар көріп отырғанда, күтпеген қонақ келіп, оны тұмсықтың тұсынан пышақтап, үйге еніп алып, Саманта жайлы құжаттарды қолға түсіреді. Енді фанаттық бөлімге қош келдік. Минди бұл жолы Legacy Sequel дейтін терминді ұсынады. Бұл дегенің танымал фильмге ескі актерлерді қосып, оригиналды шексіз жалғастыруға болады деген сөз. Қарап отсаңдар 90 мен 2000 жылдары кинолар 3 де болса күш дегендей тек трилогиямен, яғни
3-сіне келіп шектелетін. Оған мысал мына фильмдер. Кез келгенін ашып қарасаң 3-сіне келіп бітіп қалады. Жалғастырса да өзгерістерге ұшырап кетеді. Ал қазір байқап отырсаңдар, орысша айтқанда вселенной дейтін ұғым бар. Демек кинолар шексіз жалғасын табады. Мысал Гадкия шықты ма? Болды, одан бір вселенной құрастырып, сол әлем бойынша миньондардың бөлек спин-офф шығады. Джон Уик түсірілді ме? Демек сол әлемге қатысты балерина кейіпкері туралы бөлек кино шығады. Немесе кейіпкерлерді бөлек түсіріп алып, оларды кейін бір киноға қосып кроссовер шығарады. Немесе бұрынғы стильге оралып, бұрынғы кейіпкерлерді шақырып, сол оқиғаны дамытады. Мысалы, Пиланың 10-шысы негізі ол 10-шысы емес, біріншісі мен екіншісінің арасында болған оқиғаны сомдайды. Өйткені Джон Крамер 3-сінде өліп қалған. Сондықтан оны фильмге қайтарып, фанаттарды қуанту үшін алдыңғы оқиғаларға оралады. Немесе өлген персонаждарды тірілтіп, оларды мейірімді етіп, отбасы құндылығын дәріптеп жалғастыру Форсаждан үйренетін әдет. Көтіңді қысшы! Немесе осы әдістердің барлығын қолданып, оригинал трилогияға приквел, сиквел трилогия жалғап, бұрынғы кейіпкерлерді шақырып, жаңа кейіпкерлер туралы спин-офф түсіріп, кейбіреулеріне сериал арнау. Бұл енді Звездный войныдан сәлем. Және де тағы да сол сияқты дегендей, Миндидің айтуы бойынша бұл франшиза. Бір қызығы, сол франшизаларда кейбір бауыр басқан кейіпкерлердің рөлін аяқтап, жас буындарға жол беру үшін сол кумирлар әдемі өліп қалуы мүмкін. Сол сияқты енді бұл фильмде де маньяк бас кейіпкерлерді де, тіпті Тара мен Сэмді де аямауы мүмкін дейтін теориясын ұсынады да, біз төртеуіміз өткен фильмде аман қалдық. Сондықтан төртеуімізден басқаларыңның бірі болуларың мүмкін деп оларға күдіктенеді. Мысалы, Куин әдейі Сэм мен Тараға көрші болып оларға жақындау үшін, және полиция әкесі оның қылмысын жасырады дегендей. Итан үндемей жүріп үйдей бәле шығарады дегендей. Тіпті Аникаға да сенім жоқ. Өйткені сүйгенің сұмырай болып шығу заңдылығын әлі ешкім тоқтатқан жоқ. Түбінде қылмыс орнында Сэмнің куәлігі жатуы және фанаттардың Сэмға сенім артпайтыны бас кейіпкерлерді де жауыз қылып қоюдан босатпай, төртеуі де осы арада күдіктілер қатарына кіре қалады. Бөлімшеде Уэйн доктор Стоунды өлтірген жерден осындай маска тапқанын айтады. Бұл 3-ші фильмде Роман Пирстің киіп жүрген маскасы болып шығады. Кирби да өзінің теориясын қышытып, наңғыра, қазірге дейін 3 қылмыс орнады. 5-ші фильмдегі масканы 1-ші қылмыс орнына, 4-ші фильмнің маскасын 2-ші қылмыс орнына, енді кеп 3-ші фильмнің маскасы қазір табылды. Енді 2-ші фильм мен 1-ші фильмнің маскалары кімдерді өлтіргенде табылар екен деп бізге одан бетер күдікті болып көріне бастайды. Артынан екеуі де Сэмға сенім артпай, оның әкесі Билли Лумис енді солай ол кек алып, соңғысын Билли Лумистің маскасын киіп өлтіру мүмкін дейтін түпкі ойға келеді. Ал сен Сэм қылмыскер дегенге сенер менің осы сәтте? Әлде осы екеуінің бірі деп ойлайсың ба? Комментке жазып жіберсеңдер болады. Содан мына жақта Сэм жаңалыққа шығып керемет болып жатады. Чет өздеріне аман қалғандар деп ат қойып, төртеуі дастархан үстіне жайғасып, болды құрсын, бастысы бір-бірімізді қорғап аман жүрейікші дейтін әңгіме айтылады. Сэм жаңа жігіті жайлы айтып, онымен кездесіп жүргенін білдіреді. Ал сол уақытта жігіті қарсы терезеден Скримнің жүргенін байқайды да, мыналарға айқайлайды. Бұлар естімейді. Телефонды да былжырап алмай қояды. Бір кезде төртеуіне де Куинға қауіп төніп тұрған фото хабарлама келеді. Сонда ғана төртеуі бір-біріне "Фу, сен осырдың ба?" дейтіндей түрмен қарап, Кутиндер орындықтан ажырап, Куиннің өлгеніне куә болады. Арада Аника да жарақат алып қалады. Тара мен Чет текпе-жекпен қашып кетеді. Ал мыналар санузелге кіріп кетеді. Сонда Дэйн оларға көмек қолын созып, дәлірек айтқанда көмек сатысын созып, оларды арғы бетке өткізіп алады. Тек Аника ғана ерлік танытып, есікті ұстап тұрам деп, соңында сатыға жайғаса бергенде, Скрим оны қозғалтып құлатып тастайды. Солай Аника өледі. Ертесіне Сэм бәріне өзін кінәлап тұрғанда, Дэйн келіп оны жуатып, "Ешкімге сенбе, тіпті маған да сенбе. Жарай ма?" деп өз еркімен кетіп қалады. Уэйн қызын жоқтап шығып келе жатады. Сэм мен Тара оған көңіл айтады. Бір қуыстан Итан шыға келіп, күдіктілігін күшейтіп, Четтен таяқ жеп иті шығады. Расымен бәрі мына жақта таяқ жеп жатқанда, ол қай жақта болды айтыңдаршы? Әрине адам өлтіріп қол тимей жатты дегендей. Бір кезде Гейл кеп қалып, "Шын айтам, бұл туралы кітап жазбаймын" деп Сэмға антын бере бастайды. Тара одан мынадай сыйластық үшін кешірім сұрайды. Араға Кирби да тапаншасын оқтап жайғаса бастайды. Гейл, базар жоқ, өз кетіпсің ғой, молодец дейді да барлығын өзі тапқан қызық жерге алып келеді. Бұл жақ нағыз фанаттардың түсіне де кіріп шықпас осы франшизаның сувенирлері мен бүкіл атрибуттары сақталатын жер екен. Кирби өзіне кірген пышағына қарайды. Минди Рэнди көкесінің футболкасына қарайды. Гейл өзінің жазған кітаптарына қарайды. Ал біз болсақ біріншісінде Стюдің басына кигізілген теледидарға қараймыз. Және сахнада бүкіл франшиза бойы маскасы шешілген маньяктардың манекендері тұрады. Яғни 9 манекенді байқаймыз. Қылмыскер солардың беттеріндегі маскаларын шешіп алып, соларды оқиға орындарына тастап жүргені айтылады. Сэм Биллидің манекеніне жақындап соны көреді. Ол қызын азғырып, "Қылмыскерді тапта көтін айыр" дейтін үндеуін жолдайды. Онысына қарап Тара қапаланып, "Мына сұмдық қашан бітеді? Қашан адам құсап өмір сүреміз?" дейтін әуеніне басады. Кирби Миндидің хоррор сүйгіштігіне таңғалып, өзі де қалыспайтын дәлелдеп, екеуі талғамдарымен жарысып отырады. Артынша Кирби қапа болып әуендетіп отырған Тараның қасына барып, "Мен өліп тірілсем де Бүжайдан қорықпаймын. Бүжай менен қорқуы керек" дейтін қанатты сөздерден жібереді. Ал біз оның қанатты сөздеріне қарап, қанатсыз қаншерге теңеп күдіктенеміз. Мына жақта Гейл Сэмді жібітіп отырады.
Біраздан соң кейіпкерлер орталық саябаққа шығып, қылмыскерді ұстау жоспарына кіріседі. Иә, бұл жерде екінші фильмге сілтеме болып табылады. Кирби фургонның ішіне кіріп алып, маньяктың қоңырауын аңдиды. Уэйн екі көзін телефон ұстап бара жатқандарға салады. Сөйтсе маньяк Гейл отырған кварталда болып шығады. Ойбай масқара, мен де айтпақшы, енді ескі персонажды өлтіру басталды ма деп отырғанымызда ойбайымыз шындыққа ұласа бастайды. Сэм мен Тара оны құтқаруға кірісіп, Уэйннің көлігін айдап кетеді. Гейл жынды мен жынды болып әңгімелесіп тұрғанда, артқы планда оның бойфрендін өлтіріп тастап, көз алдына тастай салып оның артынан қуады. Ол тапаншадан ойланбастан көрген есігін атады. Алайда ұсталып қалып, Гейлдің өлетін сәті осы фильмде орнайтынына куә боламыз. Көп кешікпей Тара мен Тара мен Сэм кеп қалады. Скрим қашып кетеді. Бір жақсы, Гейлда жүрек соғыс бар екен. Демек Гейл аман қалуы мүмкін. Мына жақтан жылмың ет Дэйн шыға келеді. Сэм оған ала көзімен қарай бастайды. Содан Сэм мыналарды аман алу үшін өзі берілуді шешеді. Ал мыналар сені беріп қойып қарап тұрады екенбіз ғой. Нифига, маньякты бірге ұстаймыз деп төртеуі түгел бола бастайды. Мына екеуі әлі де күдіктілер қатарында. Ендігі жоспар маньякты бір жерге барып тығылып отырып, сол жерде ұстап алып сазайын беру. Ол жердің аты әлгі коллекциялардан құралған театр екен. Тара Уэйнге хабарласып, сол жаққа баратынын айтады. Уэйн сол жақтан Кирби екеуі табылатынын айтады. Солай кейіпкерлер метроға мініп аталған жерге аттанады. Елдің бәрі маска киіп Хэллоуин тойлап жүргендіктен Минди мен Итан ана төртеуінен ажырап қалады. Енді бұл екеуі басқа пойызбен баратын болады. Айналаның бәрі толған маска, оның ішінде Ghostface'тар да бар. Бұл сат екіншісіндегі кинотеатрдағы болған жағдайға қатты ұқсайды. Минди отырған пойызда кілең Ghostface'тар қоршап тұрады. Сэм жақта біреу көз алмай қарап тұрғандай болады. Бір кезде ол тіп-тіке Сэмға қарай ықтап оқталып келе жатады да аялдамасынан түсіп кетеді. Минди маскалардан қорқа бастайды да орнынан тұрып кетеді. Оның екі көзі Итанда, ал Итанның көзі Миндида. Бір кезде Миндиді біреу көздегендей болады. Мыналар ұйықтап жатыр, мыналар құлақ қапта, қалғандары ары қарап тұр. Ал ол барған сайын жақындап келеді. Білетін болсаңдар, көкесі Рэнди екінші фильмде өлген болатын. Енді Миндидің де өлетін уақыты келген сияқты деп отырғанымызда дәл солай болып шығады. Оны Итан байқап қойып сыртқа шығарып жедел жәрдем шақырады. Кирби мыналарды күтіп алады. Сэм Дэйнға күдіктеніп оны ішке кіргізбей, осы жерде қала сал, шығарып салғаныңа рахмет деп оны біткендей қуып жібереді. Ішке кіргенде Кирби қылмыскерді осылай ұстап аламыз деп құрып қойған торын көрсетеді. Сэмға қайтадан әкесі көрініп пышақпен қарулануды ұсынады. Бір кезде Кирбиді таппай қаламыз. Оған қоса Уэйн қоңырау шалып, Кирби полиция емес, сол бәрін өлтіріп жүрген деп хабар береді. Сэм тордың ашылмай қалғанын байқап қамалып қалады. Чет пен Тара оңашада әдемі қала бастағанда, әні саған арттан кеп қалып Тараны жарақаттайды. Чет оны періп жіберіп Сэм үшеуі қашып кетеді. Әрі қарай қуғын жалғасады. Четтің тарапынан перу де жалғасады. Бірақ Чет тым мақтан қойып озырып қояды. Енді масканың артында екі қылмыскердің тұрғаны анықталады. Солай залға келгенде Сэм мен Тара олардан қорғана бергенде Кирби кеп қалады. Екеуі бұған сенбей тұрғанда Уэйн кеп қалады. Уэйн бұған сенбейді, бұл оған сенбейді. Солай сенбілікке жалғасын табады. Бір кезде Уэйн Кирбиді атып тастап, үшінші қылмыскер өзі екенін дәлелдеуге көшеді. Ал сол жағындағы көтек баласы иттің итақайы Итан болып шығады. Сонда мынау кім болып шықты? Минди ма не деп отқанда, көтек қызы Куин болып, Миндидің жорамалы расқа айналады. Маскаларға оралсақ, екінші фильмдегі маска Итанның бетінде, ал бірінші фильмдегі Стю Махардың бетіндегісі Куинда болып шығады. Билли Лумистікі мынада екен. Бұлардың бүйту себебі былтыр Саманта Ричиді өлтіріп еді ғой. Вот сол көтек Уэйннің баласы мыналардың ағасы болып шыққан екен. Иә, бұл фильм екіншісін қайталағанға жатып алғаны рас. Ол жерде де зұлым Нэнси Лумис, яғни Билли Лумистің шешесі болып шыққан екен. Бұл фильмде бұлар Сэмнан кегін алу үшін Итан мен Куин олармен көрші болып, оларды елге өсекте барынша халықты Сэм Билли Лумистің қызы. Ол да әкесіне тартып кісі өлтіріп, бәлесін Ричиға жаба салды дейтін ақпарат таратуға көмектескен. Оны енді мына сәттерде Тараны Сэмға тоқылдап, онымен шағыстырғанынан және сағыздың дәмін бұзған сәттерде көтектігінен де байқауға болады. Ал Уэйн психиатрды Сэм өлтіріп, артынша медкартасын алып кеткендей етіп құрастыруы да содан. Соңында соның бәрі Ричи үшін. Ричи хорларды сүйіп ұнататын деп осының бәрін жинауға өзі көмектескенін айтады да, Ричиге қол көтергендер азаппен өлетінін тағы айтады. Сонда Сэм, сенің балаң білесің бе, сондай бейшара болған деп жынына тие бергенде Куин шабуылдай кетеді. Тара кірпішпен оның тістерін қағып түсіреді. Кирби оянып Уэйнді атады. Итан өзіне қатты таныс пышағын өзіне тығады. Сэм бере тұрш керек болып жатыр деп оны Итанның өзіне тығады да, Тара екеуі қашып бара жатқанда Уэйн оларға оқ атады. Тара ілініп қалады. Астынан оны Итан күтіп тұрады. Сэм оған пышақ ұстатып, давай делай красиво деп жібере салады. Сөйтіп Тара давайын красиво делать етеді. Оған қоса Итанның мына сөзі бар еді ғой. Я умру девственник. Ақырында сондай болып, аузына Кирбидің шегіндегі боғы жағылған пышақты салып өледі. Куин шекесіне оқ тосып жата қалады. Уэйн тапаншамен ату керек екенін ұмытып, Сэмға қарай «Уә!» деп жүгіріп келе жатып,
екеуі төмен қарай құлайды. Уэйн есін жиғанда Сэмді таппай қалады. Ол бұған қоңырау шалып Уэйнді жындығыла бастайды. Артынша әкесінің бұжырбет маскасын киіп арттан келіп Уэйннің денесін дым қалдырмай пышақтап тастайды. Тара бұны көріп, мен Уэнсдей болып ойнағанның өзінде бұндай түсіме кірмеп еді. Сен не деген білесің? Дегендей таңғалып қарайды. Сэм, мен әкем сияқты маньяк емеспін. Бірақ жыныма тисеңдер, одан да асып түсемін деп соңғысын Уэйннің көзіне береді. Сөйтіп екеуі демалып отырады. Артта Ричидің өзі түсірген әуесқой киносы бітіп жатады. Бір кезде деп итін шабуылдай бергенде, ол Кирбидің арқасында Стю Махардың үлгісінде басында теледидарды киіп жата қалады. Енді дұрыс қой, теледидарды бекер көрсеткен жоқ шығар, ол да қызметін атқару керек қой дегендей. Бәрі біткенде полиция шақырып Дэйн келеді әрине. Менде осыған байланысты шамалы теориялар бар. Жарайды, оны енді келесі видеоға қалдыра салайын. Сыртқа шыққанда Кирби енді күдіктілер қатарынан сызылады. Четтің аман қалғанын байқаймыз әрине. Оған қуанған Тара оны осылай тұншықтыра бастайды. Ал біз оған қорықпа, әлі 7 өмірің бар деп қоямыз. Кино біткен кезде Минди жауап бөліп, қылмыскер Итан мен Уэйн екенін айтып тапқырлығымен бөліседі. Ал Сэм әкесінің маскасына бір қарап, бәрібір мен сендей жауыз болмаймын деп масканы тастап кетіп, дұрыс шешім жасайды. Саманта дұрыс шешімін жасап алған соң, сол кеткеніне мол кетіп, 7-ші фильмге түспеуді жөн көреді. Оның себебі, бұл актриса әлемде болып жатқан бір соғыс жайлы еврей халқын ренжітетін пост салуында дейді көпшілік. Көпшіліктің дегенін көріп, Spyglass'тың продюсері оған ақ жолымен қара спальтын төсеп үйіне қайтарып жібереді. Оны көріп, Дженна Артега да оның шашбауын көтеріп проекттен қуылады. Енді бұл фильмде гонорарды аз сынған актриса Нив Кэмпбелл 6-сында ойнамай, 7-сінде ақшасын көбейтті ме білмеймін, әйтеуір қайта оралғанын байқаймыз. Және фильм былай басталады. Скотт және Мэдисон дейтін жас жұп 1-ші және 5-ші фильмнің соңында өрбіген қанды қырғын болған Стю Мэйчердің үйіне келіп, фанаттықтарын қоздырып жүреді. Арасында қозғалысқа қарайтын экспонатты да байқап қаламыз. Бір қызығы, бұл үйде бір емес, 2 рет қылмыс орнаса да, ешкіммен күзетілмей есігін айқара ашып, мұражайға айналдырып қойғаны қызық екен. Солай маньяк әдеттегідей телефонмен жындығыла бастайды. Оған үйренген фанаттар бұны бір мұражайдың фишкасы ретінде түсініп, қызық екен дейді де мән бермейді. Артынша маньяк әлгі роботтың орнына тұра қалып, сүйікті ісіне көше бастайды. Артынша Мэдисон маньякпен алысып жатқанда екеуі құлап кетеді. Ал Мэдисон аспашамға ілініп қалады. Сөйтіп ол құлап бара жатқан сәтте маньяк оны пышақпен күтіп алады. Артынша үстіне бензин құйып байқұсты тірідей өртеп жібереді. Ол аз ба саған, мә саған, аспашам үстіне құлайды. Солай франшизадағы ең негізгі атрибут отқа боялады. Бізді мазалайтыны бұл жолы қайсысы болды екен дейтін сұрақ. Әрі қарай Сидни Прескотт енді Сидни Прескотт емес, Сидни Эванс екенін көреміз. Өйткені Марк Эванс дейтін жұбайымен жарасып, арада Тейтум дейтін қызы пайда болғанын аңғару қиын емес. Солай Тейтум бөлмесінде жатқанда Билли Лумисқа жатып алған жігітімен таныс боламыз. Бұны енді күдікті нөмірі 1 дейміз. Өйткені біріншіден сүйгенің сұмырай болу заңдылығы, екіншіден тура Билли Лумис сияқты терезеден кіруі, тіпті соның әрекеттерін қайталауы дегендей. Сөйтіп екеуі оңашалық көрсетіп отырғанда, тіпті жатқанда Сидни кеп қалып өзіне таныс көріністі байқайды да, тығылғаннан пайда жоқ етіп, Бенді үйіне қарай жолды есік арқылы көрсетіп жібереді. Онысына Тейтум ренжіп, "Прям сен сондай болған жоқсың, я? Сүттен ақ судан таза бола салдың, я? Ай, біз де көрейікті өмірдің қызығын, түсінікті, дейтін әуенге басады. Сидни, "Это кім?" Қойшы, дейді да терезені жауып спокейін айтып жата қалады. Ертесіне Марк құрылыс жұмыстарын қадағалап жүреді. Сидни оған шайын беріп жұмысына дайындалып жатады. Бір кезде Тейтумды көріп көзі шарасынан шығады. Сөйтсе ол екінші фильмде өзінің жас кезіндегі гажагын қызы киіп тұрғанын көріп қайдағысы есіне түседі. Оны көріп Тейтум ренжіп басқа нәрсе киеді. Сидни, "Ой, кигің келсе кие берші, просто есіме жаман нәрселер түсіп кетті бар ғой" деп кетіп қалады. Тейтум түбінде соны киіп шығып репетициясына аттанады. Сидни жұмысына келгенде Лукас дейтін True Crime-ға жақын көршінің баласымен таныс боламыз. Бұны күдікті нөмірі 2 деп атаймыз. Өйткені көршің соқыр болса бір көзіңді қысып жүр, көршің көтек болса онда ар жағын айтпай қойын дегенде 6-шы фильмде көршіңді байқап жүр дейтін сақтануды қатарға аламыз. Және де оның шешесі Джессика да бар. Мына жақта Хлоя және Ханна дейтін Тейтумның құрбыларымен таныс боламыз. Бұл екеуін күдікті нөмірі 3 деп белгілесек те болады. Өйткені Сиднимен байланысты адамдардың айналасы тек оңбағандарды тартатынын жақсы білеміз дегендей. Оның үстіне Ханна бұларды кешкі көңіл көтеру кешіне үйіне шақырады. Ал кешкі көңіл көтеруге шақыра беретіндердің барлығы оңбаған болып шығатынын жақсы білеміз. Сөйтіп үшеуі келе жатқанда Бен бұларды көлігіне отырғызып сабақтарына алып кетеді. Шайханада Сидни мен Джессика арасында әңгіме жүреді. Сидни Джессикадан "Лукасты қалай тәрбиеледің? Просто Тейтуммен әңгімелесу қиын болып жатыр" дейтіндей сұрақтарын қояды. Джессика Лукастың әкесін жоқтатпай жүруге тырысатынын айтады. Мына жақта Джордждың басқаруымен болып жатқан театралдық қойылым репетициясы өтіп жатады. Арада техник қателесіп, Ханна бытышты шығады. Оған Бен мен Лукас күліп тұрады. Джордж Тейтумды шақырып алып, "Ей, сен Сиднидің қызы емессің бе? Энергия қайда? Қысылмай еркін қозғалсашы" дейтін
дейтіндей сөздер айтып кетеді. Ал ескеретін болсақ, оның ойнап атқан рөлі әшейін мынандай ит. Тейтум Бенмен оңашаға шығып, шынымен айтшы, мен сахнада қысылып тұрам ба дейтін сұрағын қояды. Ол бәрі нормально, Джордж Клойтон қыссын дейді да екеуі сағыздан алып қояды. Сид жұмысында бір бәле толтырып отқанда, оған біреу скримнің даусымен қоңырау шалып далбасалайды. Бір кезде видеозвонок жасаймын алшы деп өз түрін көрсетеді. Сөйтсе, ойбай, масқара, Стю Мейчердің өзі тозақтан түсіп, 7-ші фильмге кіріп шықпақшы болады. Оған Сид түр бермейді. Алайда ол қызын ескеріп, оның театрда жүргенін айтқанда, Сиднейге енді түр беруге тура келеді. Артынша Маркқа қоңырау шалып, ойбай, анау жалмауыз каз қызымызды жеп қояды. Каз сол жаққа бар деп жол үстінде кетіп бара жатады. Сол уақытта Тейтум гримеркада түрсүй майкасын түгендеп отырғанда, ар жақтан скрим аңдып тұрады. Көрінбей қалам деп ойладың ба? Біз көріп қойдық. Ханна репетициясын жасап жатқанда, жіпке ілінген күйде қалады. Өйткені скрим техникті бауыздап тастайды да, өзі техниктің вакансиясын қолға алады. Артынша Ханнаны әрі шайқап, бері шайқап, оның ішкі дүниесімен таныс болады. Оны Сидни көріп, ойбай, мынау менің қызымды өлтірді деп тимейтін оқтарын атып, маньякты қаштыртады. Неге олай ойлады? Өйткені екеуінің шаштары да ақ дегендей. Сөйтсе қызы мына жақтан саламатсыз ба деп шығып келіп Сидниді дегізеді. Бәрі біткен соң, сол кезде сен қайда болдың деген тергеу басталады. Сөйтсе, анау анаяқта, мынау мынаяқта, олар туалетте болды дегендей ақтауларын береді. Осы сәтте Джордж дейтін күдіктіні де белгілеп қоямыз. На всякий случай дегендей. Сид Беннен көз алмай соған күдіктенумен болады. Марк Тейтумды алып заттарды жинады, крыша кезет қарай бер. Басқа жаққа көшеміз дейтіндей әңгіме айтады. Сид Марктың құшағынан Тейтумды жұлып алып үйіне қарай қайтады. Оған Тейтум ренжіп, алғашқы махаббатын қимай, сенің көзіңе бәрі Билли Лумис болып көріне ма, қойсайшы, бұл ондай емес деп оны ақтаумен болады. Үйге келгенде полиция үйді шайтаннан қорғап адыраспанда болады да, кейіпкерлерді кіргізеді. Ал маньяк сол уақытта чердаққа шығып алғаны байқалады. Тіпті Сидтің артынан бір көрініп алады да, Тейтумды пышаққа қойып екеуінің алдынан шыға келеді. Марк, жарайды, сен жақсы, сенен ит жақсы деп оған шабуылдай кетеді. Алайда өзі залалсызданып қалады. Сид пен Тейтум одан қорғанып, қабырғалар арасына қамалып қашуды жөн көреді. Ол оны сезіп қойып қабырғаға пышақ тыға бастайды. Сид оны майыстырып тастайды. Сонда ол көсеу тығып Сидті жарақаттайды. Бірақ екеуі аман-есен қашып құтылады. Маньяк оларды іздеп табалдырықта тұрғанда, оны Марк қағып өтіп шайқасты жалғастырады. Тейтум полиция шақыруға кіріседі. Сид Маркқа жәрдемдеседі. Нәтижесінде оны пункт назначения үлгісінде машинаға ағып кетеді. Ол азба үстіне мыжып өтеді. Ал дымы қалмаған бейшара психханадан қашып кеткен пациенттің бірі болып шығады. Оны қаққан керемет трио Гейл, Минди, Чет болып шығады. Бұлар болған оқиғаға тұмсық сұғатын репортер әрі камерамен болып кеткендері байқалады. Айналаны басқа да репортерлар қаптап кетеді. Сид мынау мекен, әлде мынау мекен деп оларға көз сүзеді. Арасында шынында да Стю Мейчер тірі ме екен дейтін ой тастап қояды. Үйге кіре бергенде Сидтің қасына көршілері, яғни Джессика мен баласы Лукас жақындап, бәрі дұрыс па дейтін сұрағын қояды. Сид Лукастан жасанды интеллект жайында сұрайды. Ол ондайды қолдамайтынын айтады. Артынша Гейл шыға келіп, Лукасқа күдіктенеді. Оған қарап Джессика риза болмай, оны үйіне алып кетеді. Үйде отқанда Минди мен Чет Гейлмен қалай жұмыс істеп жүргенін айтады. Гейл қылмыскерді табуға Сидті көндіреді. Арасында өзінің қолы не үшін қалдырап қалғанын айтады. Иә, Нью-Йоркта болған шабуыл туда-зуда дегендей. Бір кезде біреу бейне қоңырау шалып, Стюдің фильтрін қойып, тағы бір порция мен сендерді жеймін дейтін ертегісін өрбітіп алады. Сид үйден қатты алыс емес Фолбрук дейтін жындыхана жайлы айтады. Және миссияны сол жақтан бастайтын болады. Ертесіне Сид миссиясына аттанғалы жатады. Тейтум, мен де барайыншы. Білем, менің атым бірінші фильмдегі сенің құрбың Тейтумға аттастырып қойылған. Ол байқұс маньяктың құрбаны. Ал сен батырсың. Мен ол сияқты құрбан болғым келмейді. Сен сияқты батыр болғым келеді. Есімім Тейтум болып жазғаны ма? Пожалуйста, барайыншы сенімен бірге деп қоймай қояды. Сид оны тыңдамайды. Ол сәйкесінше ренжіп кетіп қалады. Сид Маркқа, ана бас көз бош, Бенді кіргізбей үйге. Ол өткенде терезеден кірді. Енді чердактан кіріп жүрмесін дегендей сақтық шараларын ұсынады. Біраздан соң Гейл мен Сид әлгі аталған жындыханадан табылады. Олардың айтуынша Стю Мейчерге қатысты құжаттар жоғалып кеткен. Және оларды әдейілеп біреу жасырып тұр делінеді. Ішіне кіргенде Марко дейтін қызметші өте күдікті болып шыға келеді. Осы ғой бірден айтам. Түрі бәрі келіп тұр қараңдар. Ол Карлдың жатқан палатасын және оның какай тірліктерін айтады. Оған қоса бұған Стю Мейчерді көрсеткенде, ол оны Джон ретінде танитынын, және Джон бұл жерде бұрыннан, яғни 90-шы жылдардың аяғынан бері жатқанын хабарлайды. Ал 90-шы жылдардың аяғында білесіңдер не болған. Дану Стю Мейчер тірі ма не шынымен де деп қоюды ұмытпаңдар осы сәтте. Деп қойсаңдар оның жатқан палатасын қараңдар енді. Бір қызығы оны 2 апта бұрын босатқан екен. Ал керек болса ол сендерге ал. Үйде Минди Лукас қайта көзін осы үйге тігіп жүргенін байқайды. Чет камерадан 3 күн бұрынғы баспаларды қарап, Карлдың үйге қалай кіргенін түсіне алмай отырады. Тейтум Миндиді әңгімеге тартады. Ал Минди бір сайраса тоқтай алмай, карьерасын Гейлдан асырып жібергісі келетінін айтады. Артынша Тейтумның сұрақтарына жауап беру арқылы күдіктілерді бір орынға жинау дейтін ойын ұсынады. Алайда көшеде коменданттық
сағат болғандықтан ешкім ешқайда шықпайды. Бірақ Тейтумның іші пісіп отыр. Не істеу керек дейтін сұраққа фильм жауап іздей бастайды. Сид пен Гейл Стюдің қоңырауын күтуге мәжбүр болады. Өйткені оның қоңырауы қайдан шығып тұрғанын аңдау керек дегендей. Бірақ оны күтіп отыру енді білесіңдер қандай екен. Сондықтан Сид Гейлдің 30 жыл бойы аңсаған сұхбатын тікелей эфирде беретін болып шешеді. Үйде Марк ана жақтан тықырлаған дыбыс естіп, ана жаққа, жоқ, уже мына жаққа жетіп келеді. Арттан елес құсап көріне кетеді. Бір кезде арттан шыға келе ме десек шықпай қалып, оң жағынан шыға келіп, аямай пышақтап тастайды. Ал кешкі мезгіл жақындап коменданттық сағат орнын алып, қала тыныштығын таба бастайды. Минди, Чет, Тейтум үшеуі Хлояның барына тығылып, жастар сол жерде отыратын болып шешеді. Енді бәріміз тынышталамыз. Миндидің теория айтатын уақыты келді. Бұл жолы ол Казвойстың монтажы жеңіл болсын деп көп нәрсе айтпайды. Бірақ қылмыскер ностальгияға жатып алғанын тұжырымдайды. Және Стю Мейчер расымен сол ма, сол емес па белгісіз болып қалады. Тейтум жігітіне Стю Мейчердің жіберген видеоларын көрсетеді. Ол өзінше болып соған талдау жасайды. Ал енді сұрақ: егер ол расында Стю Мейчер болса, онда ол қалай бір сәтте екі жерде жүре алады? Сондықтан әдеттегідей оның қасында бір көмекші болуы керек. Алтыншысында тіпті үшеу болған. Ал мойындаңдар, қайсысың ол? Дейтін сұрақтар бейтаныс кейіпкерлерге қойылады. Олар мен емес деп беттерін ала қашады. Сидни мен Гейл студияға келеді. Оларды Робби Риверс күтіп алып, камерасын дайындайды. Сөйтіп эфир басталады. Гейл сұрақтарын қоя бастайды. Оны мына жақта қызы да көріп отырады. Мақсат барынша Стюдің қоңырау шалғанын күтіп, уақыт өткізу болғандықтан, Гейл одан қызы жайлы сұрайды. Сонда оның қауіпсіздігін ойлаған Сид студиядан тыс шығып, Гейл, бұның не? Тікелей эфирде қызымды талқылап, мен сенен дүйді есің алып тұрасың ба? Қалай екен дүйі болмаса қасыңда? Дейтіндей сұрақтар қойып жатқан жоқпын ғой? Қойсайшы болды көтің қыстай деп оны да екі арада жаман қылып қояды. Бір кезде эфир үстінде Стю қоңырау шалады. Ол мен сенің қызың қазір қайда жүргенін білемін дейтін салмақты құлақ қағыс айтады. Оны естіп алып Сид дереу соған қарай жол тартады. Бірақ осы уақытқа дейін ол Гейлдің көлігімен анжақ мұнжақтарға қатынап жүрді. Енді дәл қазір оның көлігі құлыптаулы. Қыздың өмірі қыл ұшында. Неге Гейлдің қасына келіп, мені апарып тасташы демеске? Жоқ, одан да жаяу жүгіріп бара салған жылдам емес пе? Оның үстінен денсаулыққа пайдалы ғой. Жарайды. Содан Тейтум шешесінің қасында болғысы келіп, Беннан оны студияға апарып тастауын сұрайды. Көлікке отыра бергенде дипфейк жасаудың көкесі Бен екені анықталады. Ол мен емес, оны жай ғана тексеріп көрін деп ақтала бастайды. Тейтум оған сенбей оны пәріп жіберіп қашпаққа салады. Бірақ алдынан оны пышағын жалтыратып елеспет күтіп алады. Мына жақта Хлоя пиццам күйіп кетті деп кетіп қалады. Лукас денесін sıрадан босатуға кетіп қалады. Екеуі күдіктілерден көз тайдырып Тейтумды іздейді. Сөйтсе бар, жабық. Енді жездуға ұқсап шығатын жерді іздеу керек. Хлоя күйген пиццаны тастап тұрып қаншерге ұсталып қалады. Ол барынша қорғашталып жатып, аман қалудың жолын жасап, байқаусызда пышақты Четқа тығып алады. Сонда қараңдар, қазір ғана оның қасында қаншер тұрды. Ал Хлоя жерде жатқан пышақты байқайды да, соны алам дейді да, мысалы. Алып қалады да, тығайын деп жатыр да ше. Артына қарап қалады да, арасында бір-ақ секунд өтті. Чет шыға келгені бар емес пе? Ну жарайды. Артынша Миндидің де іші тілініп жата қалады. Хлоя ас бөлмесінен қашып шыға бергенде, алдынан Лукас шығып қалып, ішке кіріп кетеді де, бұл да жарақат алып шығады. Осы сәтте бірінші фильмде Билли өтірік пышақталып қайта оралған, бесіншісінде Ричи өтірік жарақат алып қайта оралған, және алтыншысында Куин өтірік өліп қайта оралғанын еске түсіріп, "Вай қойыңдар, бұл жолы бізді алдай алмайсың" деп Лукасты Стюдің көмекшісі етіп қоямыз да, артынша Хлояның өліміне куә боламыз. Енді Лукас орнынан тұрып екеуі қосылып Тейтумды іздеп кететін шығар деп отырғанымызда, көз қарасымыз өтірік болып шығып, маньяк Лукасты мына үшкір нәрсеге қағып қойып, аузын сырағатын шүмекке айналдырады ғой әлгі жерде ше. Тыныштығын тағынған Пайнвуд көшелерімен Тейтум қашып келеді. Оны көлеңкелерін көрсетіп елеспет қуып келеді. Бутиктардың жарығын жағып кететіндері қызық екен осы сатушылардың ше. Тейтум тығылатын жерін тауып алады. Мына жағынан ба деп біреу шыға келе ме деп отырса, мына жағынан ба деп жігіті шыға келеді. Сөйтіп мен емес дейтін сөзді айтудан тоймайтын Бен расында ол емес екені дәлелденіп өле қалады. Тейтум скримді итеріп жіберіп қашып кетеді. Тейтум Сиднидің жұмыс істейтін кофейнясын тауып келіп, сол жерге тығылады. Отырып тығылғандықтан оны скрим көрмей кетеді. Сөйтіп Тейтум Сидқа кофейняда отқанын және сыртта бүжай жүргенін хабарлайды. Сид офис жақта сурмада тапанша бар екенін жазады. Тейтум сол жаққа баратқанда скрим кодты теріп есікті ашып алады. Кодты білетін бұл кім болды екен? Бағана Карлдан басқа бұл жерге кім кірді? Сид камераға қол жеткізіп, Тейтумға қоңырау шалып, оның қолдарын да қаруға жеткізеді. Байланыста ұстамай қалып қанша еді осы сәтте ше. Сидтің тарапынан біраз жігерлендіру сөздерін естіп алған Тейтум ат деген жеріне атып қылмыскерді залалсыздандырады. Артынша оны бастан ату заңдылығын ескеріп, соны істейін деп тұрғанда сонысы істелмей қалады. Сәйкесінше мынаны құртсаң мынау бар дегендей Тейтум ұсталып қалады. Сид марафонын аяқтап жеңіске жеткенде, оған скрим қоңырау шалып, "Үйге келсеш, қызықтың бәрі үйде болып жатыр" деп оны өзінің үйіне шақырады. Көп ұзамай Сид үйден табыла бергенде, теледидарлар қосылып, өткен фильмдердегі жындылардың дипфейктары сайрай бастайды. Арасында Нефтему Дьюи Райлиді де байқап қаламыз. Бір кезде ол бірінші және төртінші фильм үлгісінде қызын орындыққа байлап қойғанын айтады және көрсетеді. Оны көріп Сид далаға атып шығып тапаншаны тастайды. Бірақ артында тағы біреуін тығып қойғанын байқаймыз. Енді масканың артында кім тұрғанын көреміз. Не? Мынау қайсы?
жындыханадагы кызметчи ғой. Билип едим осы екен. Содан бұл әңгімесін айтып Стю Мейчерді шақырады. Стюнің әлгі Джессика дейтін көршісі болып шығады. Марко пышақталған Марктың денесін сүйреп алып келеді. Сөйтсе ол әлі де тірі екен. Таң қалатын несі бар. Марко Фолкбрукта жасанды интеллект бөлімінде қызмет етіп жүріп Джессикамен танысқанын айтады. Демек Джессика шатырдан тайған пациент болып шығады. Иә, бұл жолы қылмыскерлер кемпір мен шал болып шыққаны көрініп тұр. Оған қоса бұл жолы бұлар маскамен жүргенде қозғалыстары ылбыр-сылбыр жастардан соққы алып таяқ жеумен болды. Ал алдыңғы фильмдерде құлап қалса да тұра қалып, мына жақтан жоқ болып кетіп, лезде басқа жерден шыға келіп ширақтық танытқан дегендей. Жарайды, ондай әдісті шын мәнісінде біз қылмыскер қартайған Стю Мейчер деп ойлап қалсын дегені шығар. Ал мотивқа келетін болсақ, бұл жолы Джессика Сидтің фанаты болғаны соншалық, оның жазған кітабын оқып алып, өзінше бір ойға келген екен. Оның ойы бойынша, Сид өзіне төнген қауіпті, әсіресе жігітін өлтіріп жаны жай тапқан. Сол сияқты Джессика да күйеуі қатыгез болғандықтан, оны өлтіріп тастағанын айтады. Алайда Сидни 4-ші фильм және 7-ші фильм арасында жоғалып кеткендіктен, ол да өзіне қояр орын таппай жындыханадан бірақ шығып, Маркомен танысып, кейін шығарғанда Сидпен көрші бола қалғаны анықталады. Иә, көршін көтек болса қиын негізі. Ал көтектер көргенін істейді деп қазақ атам айтпақшы, бірақ ақшта не дейтін білмеймін. Солай Джессика Сид не істесе соны істеп жүргенін баяндайды. Жота миларың каша болып кеткен жоқ па? Содан Джессика баласы Лукас тым әкесіне ұқсап кеткенін байқап, оны да өлтіріп тастағанын айтады. Тоқта. Сонда мына сәтте Джессика төбеттей баласын көтеріп қойды ма? Қой, оны енді маған өлтірткен шығар. Джессиканың ендігі мақсаты Сидті өлтіріп, Тейтумды асырап алып, Сиднидің екінші нұсқасын шығару екен. Соның бәрін айтып тұрғанда, Марк пышақпен Тейтумның аяғын босатып жатады. Бір кезде Тейтум босап, Джессқа шабуылдайды. Сид тыққан тапаншаны шығарып алып, бірден мына ешектің басынан атады. Джессика қашып кетеді. Сид Джесстің артынан қуып кетеді. Арада Сид пен Джессиканың арасында жекпе-жек орнайды. Сид отверткамен қаруланып, оның санына тығады да, өзі сәл қылқынып алған соң, отвертканы келесі қолына алып, ішіне бірнеше соққы береді. Ол ішіндегісін қолына алып, «Уә!» деп жүгіріп келе жатқанда, Тейтум көмекке келеді. Артынша «Уә!»ның екіншісі орнағанда, бастан ату заңдылығымен қылмыскердің бетінен каша жасауды ұмытпаймыз. Тейтум қару ұстап, «Мен Сидни Прескоттың қызымын» деп жараса қалады. Бәрі біткен соң репортаж жасау керек болады. Оны жарадар Минди мен Чет қалай жасайды деп тұрғанда, Гейл кеп әйтеуір жасаттырып жібереді. Артынша Сид Марктың амандығын біліп алған соң, Гейлдан интервьюді үзгені үшін кешірім сұрайды да, Тейтумның қасына келіп, «Тейтум құрбым негізінен күшті болған, мықты болған, тағы қандай синонимдер бар еді? Жігерлі болған, қайратты болған. Сондықтан сенің есімің жайдан жай Тейтум деп қойылған жоқ, шырағым» дейтіндей әңгіме айтып қызына жібіп, ана екенін мойындай бастайды. Енді болмағанда Джесси асырап алар еді дегендей. Сөйтіп екеуі жарақатын арқалап, Гейлмен бірге ауруханаға жылжиды. Кино біткенде Минди тілші болып сөзден шатасып дубльдерін санайды. Алайда бәрін әдемі айтқанда, Чет камераны қоспаған болып шығады. Енді ондай болып тұрады дейміз де, видеоны аяқтаймыз.